Сәлем достар, бүгін сіздерге үй жағдайында өте дәмді балды торттың рецептісін бөлісетін боламын. Жалпы дайындалуы өте оңай және қарапайым үйдегі ингредиенттермен жасалынады. Алдымен ыдысымызға осылай сары майымызды құйып, жақсылап ерітіп аламыз. Майымыз ери бастаған уақытта оның үстіне шекерімізді саламыз. Жақсылап шекер мен майды араластырып ерітеміз. Отымыздың асты баяу болуы тиіс. Енді осылардың үстіне 3 ас қасық балымызды саламыз. Балымызды салып, май, шекер, балдың барлығы біркелкі болып араластырғанша отта ұстаймыз. Міне біздің барлығы ерді. Майымыз да шекеріміз де жақсылап еріп жатыр. Осылай біраз уақыт ертіп алғаннан кейін үстіне 1 ас қасық содамызды құямыз. Дәл осы кезде массамыз 2 есеге дейін ұлғаяды. Оны тастып алмай, мұқият араластырып тұрыңыздар. Жақсылап көтерілгеннен кейін, дәл осы кезде қазанды оттан алу керек. Мен көп ұстап қойыппын, сондықтан түсі тым қоңырқай тартып кетті. Сіздер бұл қателікті жасамаңыздар. Енді осы массамызға 4 жұмыртқамызды салып, лезде жылдам айналдырып араластырып жібереміз. Жұмыртқаларымыз пісіп қалмауы керек ыстық массаға. Барлығын араластырып жібергеннен кейін, міне енді ұн мен разрыхлительді араластырып, осы массаның үстіне салып, асықпай араластырамыз. Қамырымыз біркелкі болып шығуы тиіс. Осылай біртіндеп салғаннан кейін, жақсылап араластырсаңыздар, қоймалжың масса шығады. Қоймалжың массамыз қатты қою да болып кетпеуі тиіс. Енді арнайы пергамент қағаздарына формаларымызды сызып алып, соның үстіне 2-3 қасықтан массамызды сала отырып жайып шығамыз. Бұл жерде пергамент қағазында жақсысын таңдауларыңыз керек, әйтпесе массамыз жабысып қалуы ықтимал. Піскен кезде осылай барлығын орналастырып аламыз. Жан-жағының барлығына шағып біркелкі. 10 минуттың көлемінде лезде пісіп шығады. Піскен корждарымызды осылай формамызбен бөліп, артық бөліктерін блендерге сала береміз. Ол бізге қазір сыртын сәндегенде керек болады. Барлық корждарымызды 10-12 минуттың көлемінде пісіріп шығамыз. Корждар өте жұмсақ, сынбайтын, майысқақ болып піседі. Күйіп кетпеуін қадағалаңыздар. Енді біз осы тортымызға қажетті кремді жасаймыз. Олмен сапалы сары майдаға 1 құты сапалы осы 3 желанияның сгущенкасын құйып, жақсылап араластырамыз.
Blenderмен жақсылап араластырып аласыздар. Блендер жоқ болса қолдарыңызбен, қасықтың көмегімен араластырсаңыздар да болады. Екеуін жақсылап араластырып алғаннан кейін енді корждарымыздың суығанын күтеміз. Міне бізде барлық корждарымыздың барлығы толықтай пісіп, қатты ыстық емес, суып дайын болған уақытта тортымызды жинауға кірісеміз. Артықша астарды осылай блендермен ұсақтап аламыз. Оқтаумен де ұсақтасаңыздар болады. Енді видеодағыдай тортымызды жинақтаймыз. Шамамен 4-5 қатарлы тортымыз шығады. Толықтай кремнің барлығын жан-жағына жағамыз. Толықтай жағып шыққаннан кейін блендерден өткізген ұсақ бөліктерді жан-жағына қойып сәндеп шығамыз. Осымен біздің пирогымыз, тортымыз дайын болды. 1 сағаттай кремі сіңгенше қойып қоясыздар. Қоймай кесе берсеңіздер де болады. Өте жұмсақ, әрі өте дәмді болып шығады. Құрамы да қолжетімді, әрі қарапайым заттардан. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Каналыма тіркеліп, өзге де рецепттерді көріп, қолдау білдіруді ұмытпаңыздар.